Сәлем достар, бүгін біз зат есімдер туралы сөз қозғаймыз. Зат есімдердің түрлері, саналатын және саналмайтын зат есімдер туралы сөз қозғаймыз. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Зат есімдер саналатын және саналмайтын болып бөлінеді. Countable, uncountable. Мысалы, a bat, жарғанат. The bat, яғни бір ғана жарғанат. Артикльдер алдына белгілі және белгісіз артикльдер қойыла береді. Two bats, the bats. Uncountable, саналмайтын. The snow, қар. The snow, қар. Яғни қар бізде саны. Plurals, зат есімдердің көпше түрі. Көптеген зат есімдер көпше түрде сөзге s жалғануы арқылы жасалады. Camera, cameras. Chair, chairs. Doctor, doctors. Apples, spider, spiders. A snake, s қосақ, snakes. Жылан, жыландар. Зат есімнің көпше түрі, кейбір зат есімдер көпше түрге ауысқанда түбірдегі дауысты дыбыстың өзгеруімен жүреді. Tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, goose, geese, ox, oxen, man, men, child, children, women, women. Мысалы, a mouse болса, бір ғана тышқан болса, тышқандар болса, mice боланады. Зат есімдердің көпше түрі, зат есімдер, мысалы, sheep, қой, deer, елік, moose, бұғы, swine, шошқа және тағы басқа сөздердің жекеше түріндегі сөздер көпше түрде де бастапқы формасын сақтап қалады. This sheep is funny. Мына қой күлкілі. These sheep are old. Мына қойлар кәрі. Зат есімдер, мысалы, fish және fruit, балық және жемістер жиынтық мағынасында жекеше түрде қолданылады. Ал көпше түрде де қолданылады, бірақ fishes, fruits, яғни балықтардың түрлері немесе жемістердің түрлері мағынасында айтылады. Мына зат есімдер көпше түрде айтылмайды және де саналмайтын зат есімдерге жатқызылады. Ғылым аттары X аяқталатын, мысалы, physics, mathematics, progress, сәттілік, furniture, жиһаз, billiards, бильярд, news, жаңалық, жаңалықтар, information, ақпарат, knowledge, білім, advice, some pieces of advice, кеңес, кеңестер, work, жұмыс, hair, шаш, money, ақша. Мына зат есімдерден кейін етістік жекеше түрде қолданылады. Physics, mathematics, progress, furniture, money, billiards, information, knowledge, advice, hair, news, work. Яғни, is деген етістікті қолданамыз. Мына және де ол сөздермен, есімдіктермен алмаса аламыз. It. Мысалы, her hair is long. It is long. Оның шашы ұзын. Шашы ұзын. It is long. Ол ұзын. Мына зат есімдер тек көпше түрде қолданылады. Және де етістік те көпше түр формасында айтылады. Мысалы, spectacles, көзілдірік, saving, жинақ, customs, кеден, stairs, баспалдақ, scissors, қайшы, arms, қол, congratulations, құттықтаулар, tropics, тропиктер, jeans, джинсы, trousers, шорты. Бұл сөздер есімдіктермен алмасады. They деген есімдікпен алмасады. Мысалы, her clothes are smart. They are smart. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.